Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сынып математика. 168-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін 1-ші және 10-ші есептерді бірге шығарайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қорытындылау. Балалар міндетті түрде сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Бірінші тапсырма: суреттерді қара, қандай графиктер туралы айтылып тұр. А. Температура 0 градустан бастап бір қалыпты көтерілді. Температура 20 градустан 0 градусқа дейін төмендеді. Б. Температура 0 градусты ұстап тұрып кенет көтерілді. Төменде көрсетілген графиктерге назар аудар. Яғни А ол бірінші график туралы айтылып тұр. Әдегі ол бізде үшінші график туралы айтылып тұр. Және Б-дағы ол бізде екінші график туралы айтылып тұр. Ауа райын бақылау қазіргі кездегі және болашақтағы ғалымдар үшін өте маңызды. Екінші тапсырма: өрнектер құр және олардың мәндерін тап. 168.794 пен 37 сандарының бөліндісін 3 есе арттырамыз. Бізде 13.686 шығады. Келесі екінші: 277.159 бен 47 сандарының бөліндісін 17.115 пен 815-дің бөліндісіне кеміт. Бізде 5876 шығады. Және үшінші: 258.000-нан 21.125 пен 65 сандарының бөліндісін кемітеміз. Бұл жерде бізде 257.675 шығады. Үшінші тапсырма: сызба бойынша есеп құрастыр және шығар. Сызбаға назар аударайық. Бірінші сызба бойынша шартын құрастырып аламыз. S, яғни арақашықтық 220, бірінші жылдамдық 90 км/сағат, екінші жылдамдық 70 км/сағат, уақыт белгісіз. Бірінші формуланы біз V жақындау жылдамдығын табу үшін V1 және V2-ні азайтамыз. 90-нан 70 азайтамыз 20 км/сағат. Уақытты табу үшін S-ті V жақындау жылдамдығына бөлеміз. 220-ны 20-ға бөлеміз, 11 сағат. Олар 11 сағаттан соң кездеседі. Суретке назар аударайық. Арақашықтығы: бірінші арақашықтық 220 км, бірінші жылдамдық 90 км/сағат, екінші жылдамдық 70 км/сағат, уақыт 3 сағат. Жалпы арақашықтық белгісіз. Жалпыны табу үшін 90-нан 70 азайтып алып, 3-ке көбейтіп, оны 220-ға қосамыз, 280 км болады. Жалпы арақашықтық 280 км құрайды. Төртінші тапсырма: қос теңсіздіктерді шет, сан сәулесінде шешімдер жиынын көрсет. Бұл жерде мынадай қос теңсіздік берілген. Бірінші қос теңсіздік, яғни белгісіз сан 7-ден үлкен, 12-ден кіші. Ол бізде 8, 9, 10, 11 болуы мүмкін. Оны сандық сәуледе мына үлгіде сызып көрсете аламыз. Келесі қос теңсіздік: белгісіз сан бізде 5-тен үлкен, 9-дан кіші, яғни белгісіз санның орнына 6, 7, 8 сандары бола алады. Оны біз сандық сәуледе мына үлгіде көрсете аламыз. Бесінші тапсырма: есептерді шығар. Дәмханада бірдей мөлшерде тәтті нан мен кофе сатылды. Тәтті нан 40 теңге, кофе 50 теңге тұрады. Барлық сатылған кофе мен тәтті наннан 1800 теңге түсті. Тәтті нан мен кофенің әрқайсынан қанша ақша түсті? Шартын жазып алғаннан кейін біз бұны теңдеу түрінде шығарамыз. X көбейтілген жақша ішінде 40 қосылған 50 тең 1800. Мына екеуін қосып аламыз, 90 болады. X көбейтілген 90 деп жазып аламыз, 1800. 1890-ға бөлеміз. Яғни бізде 20 шығады. Яғни 20-ны белгісіз X-ның орнына қоямыз. 40 көбейтілген 20 тең 800 теңге. Бұл тәтті нан құны. 50-ді 20-ға көбейтеміз, 1000 теңге. Бұл кофе құны. Тәтті нан 800, кофе 1000 теңге тұрады. Әсінде қарастырайық. Дүкенде 75 кітап пен 542 дәптер сатылды. Дүкенде 51.724 теңге түсті. Егер бір дәптер 47 теңге тұратын болса, кітаптың бағасы қанша? Шартын жазып алғаннан кейін біз ең алдымен бірінші амал көбейтеміз. 542-ні 47-ге көбейтеміз. 25474 теңге. Бұл дәптердің құны шығады. 51724-ті азайтамыз. 25474-тен 26250 теңге. Бұл кітаптың құны шығады. 26250-ді 75-ке бөлеміз. 350 теңге болады. Бұл кітаптың бағасы. Бір кітаптың бағасы 350 теңге тұрады. Алтыншы тапсырма: суреттегі бейне айнадан қалай көрінетін дәптеріңе сызып көрсет. Ортадағы сызықты айна деп ойла дейді. Яғни мына жерде мына күшік деп алатын болсақ, айнаға қарайтын болсақ, оның бейнесі қалай көрінеді? Әрине, ол симметриялы түрде көрінеді. Жетінші тапсырма: өрнектердің мәнін тап. Бірінші өрнекке назар аударайық. 8900 қосылған 300 бөлінген 3, азайту 500.
Бұл жерде 8500-ге тең болады. Екінші өрнек 1200 айтылған 400 бөлінген 5 қосылған 6200. Бұл бізде 7320-ға тең. Үшінші 23957 көбейтілген 2 қосылған 70020 азайтылған 4679. Бұл бізде 113255-ге тең. Төртінші амал 10000 азайтылған жақша ішінде 8500 қосылған 1500 жақша жабылады бөлінген 5 тең болады. Болады бізде 8000. Бесінші өрнекті қарастырайық. 8000 қосылған жақша ішінде 8360 қосылған 360 бөлінген 4, 10180-ге тең. 15228 бөлінген 27 көбейтілген 40 азайтылған 8480 бөлі 265. Бұл бізде 22525-ге тең. 8-ші тапсырма есептер бойынша өрнек құр. Екі велосаяхатшы бір уақытта туристік базадан біріне бірі қарама-қарсы екі бағытта шықты. Біреуінің жылдамдығы 24 км/сағат, екіншінікі 26 км/сағат. 3 сағаттан кейін велосаяхатшылар бір-бірінен қандай арақашықтықта болады? Шартын жазып аламыз. Бірінші міндетті түрде өрнек түрінде шығарып көрсететін болсақ, 24-ті 26-ға қосамыз 50 болады, 50-ді 3-ке көйтеміз 150. 3 сағаттан кейін туристер бір-бірінен 150 км арақашықтықта болады. Әсінде арақашықтығы 840 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта тауар таситын және жолаушылар пойызы шықты. Тауар таситын пойыздың жылдамдығы 48 км/сағат, жолаушылар пойызыныкі 92 км/сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Шартын жазып алғаннан кейін 840-ты бөлеміз жақша ішінде 48 пен 92-ның қосындысына, бұл 6 сағат болады. Пойыздар 6 сағаттан кейін кездеседі деген сөз. 9-шы тапсырманың орында екі санның қосындысы 385-ке тең. Олардың біреуі 0-мен аяқталады. Егер 0-ді сызсаң, онда екінші сан шығады. Осы санды жаз. Яғни бірінші сан бізде 350, екінші сан 35. Яғни мына 0-ді сызып жасаң, келесі сан шығады деп тұр. Яғни бізде 385 болады. Және соңғы тапсырмасы 10-шы тапсырма симметриялы фигуралар толықтырып сал. Әрине бұл оңай. Мына жерде көрсетілген үлгіге келесі бөлігін салып көрсетесіз. Олай болса бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.